Қазақ неге туысын бауыр, бауырым, ет жақыным дейді деп ойлайсыз? Немесе неге бата бергенде басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деп тілек айтамыз? Себебі бауыр деген адамға ең жақын ағзалардың бірі. Және де ауыстырылмайтын орган. Көптеген адамдар тек алкогольді асыра пайдалану бауырға зиян деп қателеседі. Алкогольден бас тарту бауырдың өмір бойы сау болуына кепіл емес. Бұл ағзаның дұрыс жұмыс істеуі үшін көп нәрсе қажет. Бауыр қалай жұмыс істейді? Бұл ағза 500-ден астам функцияларды орындайды. Ең бастысы, бауыр токсиндерді жоюға көмектесетін өт сөлін шығарады. Бауыр сонымен қатар ас қорытуға көмектесетін майлардың ыдырауында, холестерин өндірісінде, артық глюкозаны басқаруда, қанның ұюын реттеуде және басқаруда маңызды рөл атқарады. Сонымен, бауыр сау болуы үшін ол ұнататын өнімдерді жеу өте маңызды. Бауырдың сау болуы үшін тамақтану ережелері. Тұтас дәнді дақылдар мен бұршақ дақылдары сияқты талшыққа бай тағамдарды таңдаңыз. Пайдалы майларды, балық, жаңғақтар, тұқымдар, өсімдік майы таңдау керек. Қаныққан майлардан бас тарту керек. Бұл фастфуд, маргарин, пальма майы. Тағамға жемістер мен көкөністерді көп қосыңыз. Қанты бар сусындар, алкогольді және қуырылған тағамдарды шектеу керек. Егер сіз күнделікті бауырға пайдалы тағамдарды қосқыңыз келсе, ең жақсысы көкөністерден бастау керек. Олардың ішіндегі ең пайдалысы брокколи. Бұл бауыр үшін номер 1 тағам. Брокколидің бауырға әсер етуінің құпиясы көкөніс құрамында екен. Брокколи крест гүлді көкөніс. Дииндолилметан және глюкорафанин сияқты табиғи қосылыстармен бауыр денсаулығын қолдайды. Брокколиде кездесетін қосылыстар ракпен күресетін қасиеттермен байланысты және табиғи детоксикация процесін қолдайды. Дииндолилметан және глюкорафанин бұл тек брокколиде ғана емес, сонымен қатар гүлді қырыққабат пен ақ қырыққабат сияқты көптеген крест тәрізді көкөністерде кездеседі. Олардың антиоксиданттық белсенділігі бауырдың денсаулығын жақсартуға көмектеседі және дененің жалпы денсаулығына ықпал етеді. Бауыр және алкоголь. Сарапшылар аптасына 14 бірліктен астам алкогольді ішетін болсаңыз, бауырыңызды өлтіру қаупі бар дейді. Салыстыру үшін 1 стақан шарап, яғни 125 мл, 1,5 дана, сыра банкасы 440 мл, 2 бірлік, шарап бөтелкесі 9 бірлік. Алкогольді жиі қолданғанда бауырдың қауіпсіздік шегі шамамен 15 жылға ғана жетеді. Кейбір адамдар үшін ол 5-10 жылға ұзағырақ болуы мүмкін. Бәрі ағзаның жеке ерекшеліктеріне байланысты. Бауыр және жемістер. Алкоголь ғана емес, сонымен қатар жемістерді шамадан тыс жесеңіз, әсіресе түнде, ол да бауырға зиян. Олардың құрамында фруктоза бар. Оны дене белгілі бір мөлшерде ғана сіңіре алады. Фруктозаның артық болуымен семіздік және майлы гепатоз жақсы дамуы мүмкін. Ал енді бауырға не пайдалы? Бауыр асқабақ және асқабақ тұқымын жақсы көреді. Олардың құрамында бауыр жасушаларының жасушалық мембранасын құруға және холестерин алмасуына қатысатын көптеген заттар бар. Қызылша бауырға арналған тағы бір өнім. Ол гепатоциттер үшін құрылыс материалдармен қамтамасыз етеді және холеретикалық агент ретінде жұмыс істейді. Куркума бауыр жасушаларын токсиндердің әсерінен қорғайды және липидтердің тотығуын болдырмайды.